Сәлеметсің бе балақай, класс KZ порталына қош келдің. Бүгін біз дүниетану пән сабағын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы батырлар отанымыздың қорғаны, билер ұлы даланың даналары деп аталады. Бүгінгі сабақта сен қазақ батырлары туралы білетін боласың, сонымен қатар қазақтың атақты билерімен танысасың. Өткен сабақта біз қазақ халқының даңқты хандарымен таныстық. Қазақ жерін көптеген хандар билеген. Соның ішінде қазақтың атақты хандарына Жәңгір хан, Қасым және Тәуке хан жатады. Жәңгір ханның бойы аласа, денесі толық болған. Сол себепті оны қазақ халқы Салқам Жәңгір деп атап кеткен. Ол атақты Есім ханның ұлы болып саналады. Ал Тәуке ханды қазақ халқы Әз Тәуке деп атаған. Себебі Тәуке ханның тұсында қазақ жері бейбіт өмір сүрген. Ал енді балақай, бүгінгі сабағымыз бастайық. Көшпелілер ержүрек, батыр болған. Қазақ халқы оларды айқастағы батылдығы, ержүректігі үшін батыр атағын берген. 18 ғасырда ойрат жоңғарлары қазақ жеріне үнемі шабуыл жасап отырған. Себебі олар қазақтың кең байтақ жеріне көзін тіккен. Сонымен қатар қазақ халқының адамдарын тұтқынға ұстағысы келген. Бірақ біздің еліміздің атақты батырлары өзінің отанын, жерін қорғаған. Міне осы батырлардың қатарына Бөгенбай, Қабанбай және Наурызбай батыр жатады. Ал енді балақай, осы батырлармен танысайық. Бөгенбай Ақшаұлы 1690 мен 1775 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол Абылай ханның тұсындағы атақты батыр және қолбасшы болған. Қазақ халқы оны Қанжығалы Бөгенбай деп атап кеткен. Сонымен қатар Бөгенбай батыр Ақмола облысы Ерейментау ауданындағы Қоржынкөл деп аталатын көлдің маңында өмір сүрген. Оның әкесі Ақша өте атақты қолбасшы болған. Сол себепті Тәуке хан 80 мың сарбаздан тұратын әскерін Бөгенбайдың әкесіне сеніп тапсырған. Сонымен бірге Бөгенбай батыр көптеген шайқастарға қатысқан. Соның ішінде тарихта қалған 1730 жылы Балқаш көлінің маңындағы қазақ пен қалмақтардың арасында болған шешуші шайқас Аңырақай шайқасына қатысқан. Қабанбай Қожағұлы 1692 мен 1770 жылдар аралығында өмір сүрген. Оны халық Қаракерей Қабанбай, Дарабоз деп айтып кеткен. Бірақ оның азан шақырып қойған есімі Ерасыл. Сонымен қатар оның әкесі Мәмбет Қожақұл өте атақты қолбасшы болған. Қабанбайдың 7 жасында әкесі Қожақұл, ал 16 жасында ағасы жоңғарлардың қолынан қаза тапқан. Сонымен қатар Қабанбай батыр 500 адамдық әскермен келген қырғыз батыр Қарабекке өзінің ауырып тұрғанына қарамастан қарсы тұрып, жекпе-жекте оны жеңіп өлтірген. Сонымен бірге Қабанбай батыр Аягөз шайқасына, Түркістан қорғанысына, Бұланты шайқасына және тарихта қалған Аңырақай шайқасына қатысқан. Ал енді балақай, Наурызбай батыр жайлы айтайық. Құттымбетұлы Наурызбай 1706 жылы Жетісу жеріндегі Алатаудың баурайында дүниеге келген. Ол туылғаннан бастап батырлар туралы жырларды, әңгімелерді, рухани оқиғаларды естіп өскен. Сонымен қатар жаудың зорлығы мен зомбылығын да көрген. Ол атақты Қабанбай, Бөгенбай батырмен және Абылай ханның тұсында өмір сүрген. Бұхар жырау Наурызбай батырды өзінің жырларына қосып жырлаған. Ал енді балақай, қазақтың билеріне тоқталайық. Төле Әлібекұлы 1663 пен 1756 жылдар аралығында өмір сүрген. Ол қазақтың ұлы жүзінің биі болып саналады. Қазақтың қоғам қайраткері және шешен. Сонымен қатар Тәуке ханның тұсында жеті жарғының жасаушыларының бірі болып саналады. Сонымен қатар Төле би ұлы жүздің бас биі, Қазыбек, Әйтеке бидің қолдауымен 300-дің төбе биі болып сайланған. 15 жасынан бастап ел билігіне араласып, өзінің ақылдылығымен, парасаттылығымен елге танымал болған. Қазыбек Келдібекұлы қазақ халқының орта жүзінің биі. Ол 1665 пен 1755 жылдар аралығында өмір сүрген. Қазақ халқы оны қаз дауысты Қазыбек би деп атаған. Қазақ халқының атақты 300-ның биі болып саналады. Оның арғы аталары Шаншар Абыз, Бұлбұл және өзінің әкесі Келдібек болып саналады. Сонымен қатар әділдігі мен алғырлығы үшін Тәуке хан оны орта жүздің биі етіп сайлаған. Сонымен бірге Қазыбек бидің Бекболат, Қазымбет, Базаркелді, Барқы және Сырымбет деп аталатын балалары болған.
Балақай, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Әйтеке Байбекұлы қазақтың кіші жүзінің биі. Ол 1644-1700 жылдар аралығында өмір сүрген. Сонымен қатар қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлесін қосқан атақты 300-дің биі, мемлекет қайраткері болып саналады. Сонымен қатар Әмір Темірдің бас кеңесшісі Ораз қажының 5-ші ұрпағы болып саналады. Сонымен бірге Есім хан тұсында Самарқанды билеген Жалаңтөс батырдың жақын туысы болып саналады. Оны кіші жүздің халқы өзінің би етіп сайлаған. Сонымен қатар ақылдылығы, парасаттылығы үшін Тәуке хан хан кеңесінің мүшесі етіп сайлаған. Ал енді балақай, түсінікті болса тапсырмаларға көшейік. Бұл жерде қазақ халқының атақты билерінің суреті көрсетілген. Олардың қай жүздің би екенін тауып сәйкестендіруім керек. Балақай, қалай ойлайсың? Кіші жүздің биі кім? Дұрыс айтасың, кіші жүздің биі Әйтеке би. Жарайсың. Ал енді келесіне жауап бер. Ұлы жүздің биі кім? Қалай ойлайсың? Өте дұрыс. Ұлы жүздің биі Төле би. Бәрекелді. Ал енді соңғысы, орта жүздің биі кім? Дұрыс айтасың, орта жүздің биі Қазыбек би. Жарайсың. Ал енді балақай, бүгінгі өткен мәліметтерді есіңе түсіріп, мына сұрақтарға жауап бер. Ал бастайық. Абылай хан тұсындағы батыр, атақты қолбасшы, сонымен қатар Ақмола облысы Ерейментау ауданындағы Қоржынкөл деп аталатын көлдің маңында өмір сүрген қай батыр деп ойлайсың? Дұрыс айтасың, бұл Бөгенбай батыр. Ал енді келесі сұраққа жауап бер. Азан шақырып қойған есімі Ерасыл. Бұл қай батыр деп ойлайсың? Өте дұрыс. Бұл Қабанбай батыр. Жарайсың. Ал енді соңғы сұраққа жауап бер. 1706 жылы Жетісу жерінде Алатаудың баурайында дүниеге келген қай батыр? Ал ойланып көр. Жарайсың, дұрыс айтасың. Бұл Наурызбай батыр. Бәрекелді. Ал енді балақай, бүгінгі сабағымыз қорытындылайық. Көшпелілер ержүрек, батыр болған. Халық оларға айқастағы ержүректігі, батылдығы үшін батыр атағын берген. 18 ғасырда қазақ жеріне ойрат жоңғарлары үнемі шабуыл жасап отырған. Олар қазақ жерінің кең байтақ жеріне көзін тіккен. Және сонымен қатар қазақ халқының адамдарын тұтқынға ұстағысы келген. Бірақ еліміздің батырлары өзінің отанын, жерін қорғаған. Міне сол батырлардың қатарына еліміздің тарихта қалған атақты батырлары Бөгенбай, Қабанбай және Наурызбай батырлар жатады. Сонымен қатар осы батырлардың тұсында еліміздің атақты билері өмір сүрген. Олар ұлы жүздің биі Төле би, орта жүздің биі Қазыбек би және кіші жүздің биі Әйтеке би. Менің бүгінгі сабағым аяқталды. Сабағым саған түсінікті болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында көріскенше, қош сау бол.